Барлықтарыңа сәлем. Біздің Еркін English курсына қош келдіңдер. Және бүгінгі сабақ бізде Models of Advice, яғни Understanding Shoulds and Oughts to. What are models of advice? Models of advice are used to give suggestions or recommendations. Яғни саған бір кеңес немесе рекомендация беруге беретін кезде қолданатын сөздер. Енді common examples, ең көбінесе қолданатын мысалдар ол should немесе ought to. Мысалы, you should drink more water. Сен көбірек су іш. Және де you ought to sleep early. Яғни сен ертерек ұйықтағаның абзал. Using should. Used to give strong advice or a good idea. Can be used in questions and negatives. Мысалы, positive сөйлемді алсақ, you should study for the test. Сен тестке оқы. Ал negative, you shouldn't eat too much junk food. Сен көп fast food жемей қой деп тұр. Ал сұрақ қойса, should I call her now? Оны мен бүгін қарсы шақырайын ба деген сөз. Сұрап тұр. Бұл жерде кеңес сұрап тұр. Енді ought to. Ол should дегенге ұқсайды, бірақ кішкене формал, яғни формальный. Көбінесе кеңес берген кезде қолданылады. Ought to-дің негатив немесе сұраға позитив сияқты жиі кездеспейді. Мысалы, you ought to respect your parents. Сен өзіңнің ата-анаңды құрметтегенің абзал деп тұр. Енді негатив сентенсте you ought not to be rude. Енді сұрақ белгісі ought I to apologize. Бұл өте сирек кездесетін сөйлем, өйткені бұл өте формальный. Ought I to apologize? Мен кешірім сұрайын ба деген сөз. Ought to деген modal verb'да сіздер көбінесе positive sentence қолданасыздар. Сондықтан сол positive sentence-ке көбінесе назар аударғандарыңыз абзал. Енді common context. Use should or ought to when talking about health. For example, you should exercise regularly. And school or work, for example, you ought to finish your homework. Келесі behavior. You should be kind to others. Және де decisions, яғни you ought to consider the consequences. Енді практика. Fill in the blanks with should or ought to. Біріншісі, you drink more water. Бұл жерде біз should немесе ought to деген қолданамыз, бірақ та көбінесе should деген келеді, өйткені ought to ол тым формальный болып кетеді. You should drink more water. Сен көбірек су іш деп тұр. Одан кейін they be more careful. Бұл жерде енді формальный деп айтуға болады, сондықтан ought to қолдана аламыз. They ought to be more careful. Келесі should I talk to the teacher деп қолдана аламыз, өйткені бұл формальный емес. Ал егер формальный айтып қалғаным келсе, ought to да өте қолданған қате емес. Одан кейін ең соңғы мысал, he not shout at his friends. Бұл жерде should not қолданылған жақсырақ болады, өйткені бұл ситуацияда көбінесе формальность керек емес деп ойлаймын. Сондықтан he should not shout at his friends деген көбірек келетін болады. In the overall summary, should and ought to are used to give advice or suggestions. Should is more common and flexible, when ought to is slightly more formal, and both can be used to express what is right or recommended. Осымен біздің презентация бітті. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.